Қайырлы күн білім алушылар. Қазақстан тарихы пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқырау жылдарындағы Қазақстан. Бұл тақырып бойынша 1960-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық дамуы туралы, тоқырау туралы, дамудың экстенсивті жолы туралы, шаруашылық есеп жөнінде мәліметтер алатын боламыз. Жоспар бойынша 1960-70 жылдардағы экономиканы реформалау әрекеттері, тоқырау кезіндегі Қазақстанның экономикасы, республиканың қоғамдық саяси және мәдени дамуы туралы тақырыпшаларға тоқталамыз. 1960-70 жылдарда экономиканы реформалау әрекеттері туралы айтатын болсақ, 1965 жылы басталған экономикалық реформа бастапқы кезде экономикалық дамуға белгілі дәрежеде серпін берді. Бірақ тоталитарлық жүйенің салдарынан 1970 жылдың басында экономикалық реформаның қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған идеялары бұрмаланды. Реформаның негізгі мақсаты кәсіпорындардың шаруашылық дербестігін жоспарлы кеңейту, тек көрсеткіштерді кемітуге және коллективтердің көтермелеу қорларын қалыптастыру ғана болатын. Реформаның сәтсіздікке ұшырауы негізгі себебі саяси саладағы демократияландыру процесін тежеу болатын. Ол тек экономикалық, ұйымдық, техникалық саласымен ғана шектеліп, қоғамның саяси құрылымына, меншік қатынасына, мемлекеттік меншіктің монополиясын сақтады. Нарықтық қатынастар теріске шығарылды. Тоқырау кезіндегі Қазақстанның экономикасына тоқталсақ, 1970-85 жылдары республиканың индустриялық өсуі жақсы болды. Өнеркәсіпті өркендетуге 40 миллиардтан астам сом жұмсалды. Негізгі өндірістік қорлар 3 есеге артты. Оның ішінде химия және мұнай химиясы 6,5 есе, машина жасау 4 есе, отын өнеркәсібінде 3,8 есе өсті. Мыңның үстінде өнеркәсіп, газ өңдеу заводтары салынды. Шевченко пластмасса заводы, Қарағанды резинка техника заводы, Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу заводтары салынды. Екібастұз және Ермек гидроэлектростанциялары мен Қапшағай су электростанциялары жұмысқа қосылды. Республиканың қоғамдық саяси өміріне тоқталсақ, 1970 жылдардың басында реформаны жүргізу тоқтатылды. Сол жылдары әлі де шаруашылықты жүргізу, жоспарлау мен ынталандыру механизмдерін жақсартуға әлденеше рет талпыныс жасалғанымен, мұның өзі тиісті нәтиже бере қоймады. Теріс құбылыстар көбейе берді, қор қайтымы төмендеді, жаңа өндірістік қуаттар игерілді, экономикалық қызметтің ысырапшылдық сипаты күшейді. Бұрынғыша экономика дамуы сол күйі қалып қойды. Ешқандай өзгеріс байқалған жоқ. Тоқырау жылдарында Қазақстанда демократияны шектеу, еңбек адамын меншік пен билікке жақындатпау, адамның құқығын аяқ естету, бұл кеңес қоғамның саяси жүйесіне тән белгілер болатын. Жаттандық пен хасандыққа бой ұру демократиялық институттардың қатып семуіне және формальды сипат алуына алып келді. Қалыптасқан жағдай кеңестердің демократиялық ішкі мүмкіндіктерінің тынысын тарылтып, адымын ашқызбауға айналды. 1970-80 жылдар жетекші орган тарапынан кеңестер жұмысын жақсарту жөнінде ондаған құжаттар қабылданды. Бірақ ол өзгерістер болған жоқ және мүмкін емес еді. Мемлекеттендіру процесі кәсіподақтарды, комсомолды, қоғамдық ұйымдарды да қамтыды. Қоғамдық ұйымдардың партиялық мемлекеттік аппаратпен тұтасуы олардың дербес негіздерін жоққа шығаруға алып келді. Қорыта келгенде, бұл кезеңге тән болған сөз бен іс, қабылданған шешімдер мен олардың орындалуы арасындағы алшақтық кеңес адамдарының бойындағы самарқаулық пен немқұрайлықты туғызды. 1950-60 жылдардағы реформалардың сәтсіздікке ұшырауы, ауыз толтырып айтарлықтай нәтижелердің болмауы, жарияланған мақсаттар мен ниеттерге сенімсіздікпен қарау,
рухын дүниеге әкелді. Құрметті білім алушылар, тоқырау жылдарындағы Қазақстан тақырыбы бойынша бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.